айтсақ, мен лише жеке қара басым үшін әңгіме айтып жатқан жоқпын. Мен осы көп ауылымның мысалға болашағы үшін, мысалға біз мына жерді сұрадық, мынауыңды алып кет дедік әкімге. Бізге мына жерді бер, біз балабақша балаларға ойнайтын алаң жасайық дедік. Я оған көнбейді. Бұл деген жаңағы құлайын деп, дөр пытықи чытықи деп. Ал мысалға төмен жақта бір ғасырлық мектеп бар, оны да ешкімге беріп жатқан жоқ. Ол да тұр. Бекер тұр. Ал енді қараңыз, мысалға жүреді, біздің ауыл бір басылған кезде, мына кісі жағдай болса, бұл осы сала салады. Ертең мына кісінің жағдай бар ма, ана мектеп сол сала салады, ауылға бермейді. Ал мысалға өксерге бірдеңе алмағаннан кейін берілмейді ол. Мысалға қараңыздар, 381 гектар жердің, міне Еркін ағам жүргелі 7 жыл болды. Госакцияда біз барсақ, айтады, пока барын алып алсаңдаршы дейді. А уже самом деле уже беріп болған, әркімге жердің бәрін сатып. Ауылдың жайылымы ол. Біз айттық, ауылдың жайылымы менің атым емес дедік. Осы аққұдыққа бекітіп қойып қояқ дедік. Жарайды, бүгін бадаш жоқ, ертең бадаш жоқ. Бүдірік бүгін бадаш шығады, алады, жеріне баға береді. Жарайды, қазір бадаш жоқ, мысалға әркім пайдалансын. Ну, бірақ бізге ауылымызда тұрсын жеріміз, біздің ауылдың атында. Пока бадаш жоқта елдер пайдаланай берсін. Ал жаңа бадаш шыққан кезде өзіміз пайдаланатындай болуымыз керек қой. Ал оны әзір беріп болды. Сатып болды қазір. Уже қазір енді жерде өткенде бізге айтты ғой, барын алып алсаңдаршы дейді. Барына қанағат қыл дейді. Шабек Тоқан осылай деді ғой маған. Тоқан Талғатқа біздің Аққұдық пен Ақжазық мына Қоңырлы Нымталы жақта тұрса, шатасып кетпеуге болады. Мұрнның астында тұрған Аққұдық пен Ақжазықты қалай шатастырып алады бұл? Қара, сонда мынаған беріп қойған. Жаңағы Ақжазық Аққұдыққа қойылды дейді кешке. 31-ші Жандостың үйде қол қойыпты. Ал Жандостың үйде жоқ ол. Ал Ақжазықта да 31-ші үйде жоқ. 49-ші үйде тұр ол. Өткен жол Қуат екеуміз арлап жүріп, лично 31-ші үйде іздеп таппай қойдық қой біз жерден барып. Сонда